Буревестник саяжай қауымдастығында аралар еркін ұшып жүр. Осыдан бірер күн бұрын бұл жолақтылар Мамлют, Жамбыл және Қызылжар ауданының егістік алқаптарында бал жинады. Барлығы 120 отбасы. Әр жанұяда 20 мыңнан астам жәндік бар. Қауырт маусым алдында омарташылар жарғақ қанаттыларды Варатоз кенесінен залалсыздандырып, азықтарын әзірлеп жатыр. Іске тәжірибелі мамандармен қатар Солтүстік Қазақстан кәсіптік оқыту және сервис колледжінің студенттері жұмылдырылған. Сейчас мы определяем количество корма в семьях, наличие маток. Ішінде мыңдаған ара бар жәшікті тек осы бір арнайы құралдың көмегімен ашу қажет. Себебі шаңырағына баса көктеп кірген омарташыны жәндіктер жылқабақ танытып, қарсы алуы екіталай. Ал бұл жабдықтан түтін шыққан кезде жолақтылар әлсірейді. Тиісінше қауіп те азаяды. Улья восьмирамочные. Вот оставляем полностью вот такие вот рамы. Араларды қыстап шығуға дайындау жұмысына Сергей Таранов екінші жыл қатарынан қатысып жатыр. Кәсіптік оқыту және сервис колледжінің студенті жолақтылардың мінез құлықтарын да танып алған. Мінез құлқы қиындау жәндік орыс арасы, ал ең тынышы карника. Өзіме осы карника арасымен жұмыс істеген ұнайды. Биылғы маусымда 50 литрден астам бал жинадым. Оқуымда бітіргесін омартада жұмыс істей берем. Біреу білсе, біреу білмес. Бал жинағыш аналық аралардың ғұмыры қысқа болады. Олар 30 күн бойы ғана тіршілік етеді. Жалпы биыл Қызылжар пасека серіктестігі 8 тоннаға жуық табиғи таза бал жинапты. В этом году у нас сезон прошел удачно. Биылғы маусым сәтті өтті. Бал жинау науқанын мамыр айының басында бастадық. Алғашында аралар бақшаларда дамыды. Кейіннен күнбағыс қарақұмық алқаптарына жіберілді. Қазір әр отбасыны қарап, аралардың санағын жүргізудеміз. Жәндіктерді тамақтандыру жұмысы да қызу жүріп жатыр. Жертөлеге жәндіктер күн суыған кезде түсіріле бастайды. Осымен аралар 3 жыл қатарынан өңірде қыстамақ. Айта кетейік, қауырт маусымда әрбір жанұяға азық ретінде 22-28 келі бал қойылмақ. Мамандардың сөзінше қыстан жәндіктердің 90% тірі шығады. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, МТРК.